Баршаңызға сәлем, сіздермен Ақбала. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын ет қосылған бәліштің жасалу жолын көрсететін боламын. Каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен бәліштің қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бір жұмыртқаға айран және де қаймақ қосамыз. Қаймақты майонезбен алмастыруға болады. Одан кейін тұз, құмшекер және ас содасын салып, жақсылап бір араластырамыз. Сонымен қатар бөлме температурасында еріп тұрған сары майды саламыз, жақсылап бір араластырып жібереміз. Одан кейін ең соңында ұн салып қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырымызды 30 минут тоңазытқышқа саламыз. Ендігі кезекте бәлішіміздің салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін туралған етке картоп, асқабақ, пияз және дәміне қарай тұз бен бұрыш қосамыз. Бұл жерде асқабақты қалауыңызша қоспауыңызға да болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. 30 минут тыныққан қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Бірін кішкентай, ал екіншісін үлкен ететін боламыз. Үлкен астына, кішкентайын үстін жабуға пайдаланатын боламыз. Қалыңдығы 1 см болатындай етіп, қамырымызды жаямыз. Қамырдың үстіне дайындап қойған салмамызды саламыз және де оны тегістеп жайып шығамыз. Бәліштің бетіне қоятын қамырды сәл жұқалау етіп жаямыз және де осылай әдемілеуге болады. Ендігі кезекте бетін жабамыз. Ең бірінші осылай жан жақтарын қамырдың қосып шығатын боламыз. Пісу барысында ашылып кетпеуі тиіс. Ең соңында жұмыртқаны сарысын шағып, қалауыңыз бойынша кунжут, мак сепсеңіз болады. Бәлішімізді 160 градус пеште 1 сағат пісіріп аламыз. Мінекей осымен ет қосылған бәлішіміз дайын болды. Өте дәмді және қамыры жұп-жұмсақ болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Баршаңызға ас болсын.